Бәріңе сәлем. Бұл қорқынышты кино шолу. Мен сізге «Отмель» атты киноға шолу дайындадым. Жақсылап жайғасқан болсаң, біз бастаймыз. Арнаға жазылды, ұмытып кетпе. Жағажайда жас бала ойнап жүріп, серфингистің шлемін тауып алады. Ол шлемге орнатылған экшн камераны қосып, қалай осы камераның иесін акула жегенін көреді, және жағада жатқан смайлингі бар сынған тақтайшаны байқайды. Бала орнынан атып тұрып, үйіне қарай камерадан көргенін айту үшін жүгіре жөнеледі. Осы оқиға орын алмастан 1-2 күн бұрын жағажай тып-тыныш болатын. Бұл жерде теңіз толқынын бағындырмақшы болған серфингистер демалып жатқанды. Және олардың бірі Техастан келген Нэнси. Осы жағалауға бұрында анасы Нэнсиге жүкті кезінде серфингпен айналысуға келген болады. Ол өзін жеткізіп тастамақшы болған Карлосқа анасының қайтыс болғандығын және сол жылы естеліктерді еске алу үшін осында келгендігін айтады. Ол медициналық академияда оқып жатқан оқуын да осында келу үшін тастаған болатын. Үйде Нэнсидің Хлоя есімді сіңілісі мен әкесі қалған болатын. Сіңілісі әпкесінің қайда екендігін білетінін, бірақ та Нэнси әкесіне айтпауын өтінеді. Жолда келе жатқанда Нэнсимен бірге демаламын деп уәде беріп қойған құрбысы оған келе алмайтындығын айтып, хат жазып жібереді. Ол Карлостан жағажайдың атын сұрап еді, ол ештеңе айтпай, Как называется пляж? Нэнси жағажайға келісімен барлығын ұмытқан болатын. Себебі бұл жер көз таймастай әдемі болатын. Ол Карлосқа жеткізіп тастаған үшін ақша төлемек болады. Бірақ ол ақшаның керек жоқтығын, егер де қандай да бір көмек керек болса, өзінің жақын маңда тұратындығын айтып кетіп қалады. Ол өзінің смайлинг белгісі бар тақтайшасын алып, үстіне гидрокостюмін киіп, толқындарды бағындыруға жүзіп кетеді. Нэнси теңіз ортасында серфингпен айналысып жүрген екі жігітті жолықтырады. Олардың біреуінің бас киімінде экшн камерасы бар болатын. Олар мексикан жігіттері еді. Біреуі ағылшынша жақсы сөйлейтін болып шығады да, Нэнси екеуі біраз әңгімелеседі. Малютки, если кажется, здесь жестковато. Думаю, я справлюсь. Нэнси жігіттерден жағалаудың атын білгісі келіп сұрайды. Бірақ та жігіттер, егер біз саған атын айтсақ, сені өлтіруге тура келеді деп әзілдеп айтпай қояды. Олар Нэнсиға теңіз суы кешке қарай тартылатындығын және түнде осы судың тартылу себебінен жартастар пайда болатындығын, сонымен қоса коралл өсімдіктерінің осы жерде көптігін айтып жатқанда, келе жатқан алып толқынды көріп, солай қарай кетіп қалады. Нэнси де осы толқынға келіп, өзінің айызы қанғанша жүзеді. Сосын жағалауға шығып, сәл тынығып тамақтанып алады да, киімдері мен телефонын сөмкесіне салып қояды. Нэнси сіңілісіне хабарласып, өзінің қайда екендігін айтады. Осы кезде әкесі сөзге араласып, қызына үйге қайтып келуін, оқуын жалғастыруын және де ешқашан берілмеуін сұрайды. Ол ары қарай сөйлескісі келмейтіндігін айтып, олармен қоштасып, қайтадан толқындарға қарай жүзіп кетеді. Жолай ол бағанақта танысқан достарының жағалауға қайтып бара жатқандығын көреді. Осы сәтті Нэнси өліп жатқан киттің денесін байқап қалып, қасына келсе, су астында жүзіп жүрген акуланы байқайды. Нэнси бұл жерден кетпекші бола беріп еді, тақтайшасынан құлап қалады. Қайтадан тақтайшасына отырып толқынмен жүзіп бара жатқанда, бұған акула шабуылдап, тақтайынан тайып құлатады. Ол құлаған сәтте судың астындағы тасқа аяғын соғып алады да, әрез дегенде өлі киттің үстіне шығып үлгереді. Қансыраған аяғын қатты қысып байлап тастап, бағана танысқан жігіттерге бақырып көмек шақырғанымен, олар бұның даусын естімей, көліктеріне отырып жүріп кетеді. Акула бірнеше рет өлі киттің денесін ұрғылап, оны аударып жібереді де, ол амалсыздан теңіз суының тартылу нәтижесінде пайда болған кішірек тасқа қарай жүзіп баруға мәжбүр болады. Осы тасқа жақынырақ жерде қалқып тұрған сигнал мұнарасын көреді. Суда қанатын зақымдап алған шағаланы да көреді. Және оны құтқарып қайтадан тасқа шыға бергенде, аяғы коралдарға тиіп кетіп, зақымдап алады. Су ортасында пайда болған тастың үстінде Нэнси мен шағала екеуі судың толқындарына қарап не істерін білмей отырады. Аяғының жарасына инфекция жұқтырып алмас үшін өзінің шашынан бірнеше талын жұлып, құлағындағы сырғаға өткізіп, жарасын тігеді. Сосын жарасын теңіз суымен шайып, гидрокостюммен жарасын байлап жатып демалады. Түн жамыла, күн қатты суық болғаннан кейін Нэнси гидрокостюмнің бір жақ жеңін жыртып алып, жараланған аяғына кигізеді де, қалғанын өз денесіне киіп алады. Нэнси ұйықтап кеткен кезде оның денесіне бірнеше крабтар өрмелеп шығады. Ол олардың біреуін ұстап жей бастайды. Бірақ та бірер минуттардан кейін бәрін қайтадан құсып тастайды.
Ол өзіне жақын маңайда қалқып жүрген өзінің серфинг тақтайшасын көріп, соған қарай жүзіп бармақшы болғанда, қанның иісін сезген акула оған қарсы жүзгенін көріп, қайтадан тастың үстіне шығады. Бір кезде жағалау жақта ұйықтап жатқан мас еркекті көреді. Ол қанша мас болғанмен, қыздың көмекке шақырған дауысын естіп, орнынан тұрады. Телефон! Прошу, позвони! Бірақ бұл еркек оның сөмкесіне қарай барып, құнды заттарын алып тонайды және серфинг тақтайшасын да өзімен алып кетпекші болып жүзіп барғанда, оған акула шабуылдап, жағалауға тек оның жарты денесі ғана шығады. Таңертең шағаланың шаңқылдаған даусынан оянған Нэнси жағалаудан кешегі өзі танысқан жігіттерді көреді. Ол жігіттерге судан шығыңдар, бұл жерде акула бар деп айқайлап айтқанымен, жігіттер оның сөзіне сенбей, жүзулерін жалғастыра береді. Бірер минуттардан кейін акула олардың біреуінің астынан келіп, бір тістеп жеп қояды. Екіншісі жанын салып жүзіп Нэнси отырған тасқа жеткенмен, акуланың қанды аузы оны да аямай жеп қояды. Нэнси енді өзі ғана осы мылқау өлі табиғат аясында ыстық күннің астында жалғыз қалады. Ол сынған серфинг тақтайшасын күннен қорғану үшін бетіне тосып, не істерін білмей ойланып жатады. Нэнси тастың қасында су бетінде қалғып жүрген прокамерасы орнатылған шлемді көреді де, соған қарай жүзіп барып, акула келгенше оны алып үлгереді. Ол камераға өзін құтқаруды сұрап, видео жазады. Және де егер де мен тірі қалмасам деген ой келіп, жақындарымен қоштаса бастайды. Хотя я не совсем одинока, со мной этот малыш. Шлемде қысылып қалып қойған акуланың тісін көріп, оны өзіне алады. Судың деңгейі қайтадан көтеріліп бастаған соң, Нэнси қасында қалғып тұрған сигнал қалғымасына жүзіп бармақшы. Бірақ қасына серік болған шағаласын сынған серфинг тақтайшасына отырғызып жібереді де, прокамерасы бар шлемді жағалау жаққа қарай лақтырып жібереді. Нэнси теңіз астында көтеріліп келе жатқан медузаларды байқайды. Медуза акуланың жүзісін баяулататынын біліп, сигнал қалқымасына қарай жүзеді. Медуза акуланы да және оның өзін де жаралайды. Соған қарамастан сигнал қалқымасына жүзіп жетеді. Бірақ көтеріле бергенде шыққыштың бір темірі үзіліп кетіп, ол суға құлайды. Осы сәтте артынан келіп қалған акулаға сол қолында қалып қойған темірді сұғып жаралайды да қалғыманың үстіне шығып үлгереді. Үстіне шығып біраз демалып болғаннан кейін Нэнси жақын маңайда кетіп бара жатқан кемені байқайды. Қалғымада сигнал ракеталары орналасқан темір жәшікті көріп, оны өзі шлемнен жұлып алған акуланың тісімен ашады. Бірақ оның ішіндегі бірнеше оқтары суға түсіп кетеді де, Нэнсидің қолында тек бір-екеуі ғана қалады. Ол сол бір патронды атқанымен, жарамдылық мерзімі баяғыда өтіп кеткен патрон жоғары ұша алмай өшіп қалады. Шыбын жаны үшін түні бойы арпалысқан Нэнси қалжырап, сағысылып, не істерін білмей отырады. Осы кезде жағалауда доппен ойнаған бала пайда болады. Ол прокамерасы бар шлемді тауып алып, онда жазылған Нэнсидің жазбасын көріп, көмекке жүгіріп жетеді. Акуланың да шыдамы бітіп, Нэнси отырған қалғыманы қатты соққылармен келіп ұра бастайды. Нэнси қолындағы сигнал ракетасымен акуланың көзіне қарай атып дөп тигізгенімен, ол акулаға қатты ауыртпашылық әкелмейді. Бір кезде акула киттің майының жанында жүзіп жүргенін көрген Нэнси соңғы сигнал оғын дәлдеп атады және киттің майына майланған акула жана бастайды. Акула бар күшімен келіп сигнал қалқымасын аударып тастайды да Нэнсиге шабуылдайды. Ол аяғымен акуланың тұмсығын ұрғылап жүріп, әрез дегенде құтылады. Нэнси су астында найзадай қадалып тұрған темірді көреді де, өзінің аяғына ауыр темір байлап, су астына қарай батады. Оны байқаған акула қатты жүзіп келіп, енді аузын ашып жей бергенде, Нэнси тез арада шетке бұрылып, артындағы ыстық темірге акуланы аузымен бірге қадап кетеді. Осы сәтте жағалауға бағанақтағы бала мен Карлос келеді. Ол жағалауда жатқан Нэнсиді тауып алып, оны жағаға шығарады. Нэнси жағада аман есен отырған шағаланы көріп, және өзінің тірі қалғандығына қуанады. Бір жыл өткеннен кейін, ол отбасымен бірге өзінің Техасында орналасқан жағажайға серфингпен айналысуға қайтып келеді. Достар, менің қысқа шолуым ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, менің басқа да қорқынышты кино шоуларымды қарап кеткейсің. Келесі видеода кездескенше.